Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында пряник дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып дайындалады. Бірінші қамырына айран, қант, жұмыртқаның сарысы, кориандр, сұйық май, сода, тұз салып, бір келкаға араластырып, үстінен ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымыздың бетін 15 минутқа жауып қоямыз. Қолымыздың көмегімен кішкене бөлшектерден алып, домалатып шығамыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Глазур дайындаймыз. Глазурына жұмыртқаның ағы, қант, ванилин, лимон суын салып, аппақ пена болғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған коржтарымыздың үстінен глазурымызды жағып, 30 минутқа қойып қоямыз. Өзі қатып, дайын болады.